Қайырлы күн, қалайсыздар достар? Бүгін біз сіздермен осындай витаминге бай салат жасайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, көктемде адамның барлығы әлсіреп, көп витамин керек болады. Сондықтан осы салатты міндетті түрде жасап жеп тұруларыңыз қажет. Осылай көріп тұрғандарыңыздай, ең алдымен сәбізді осылай үккіштен өткізіп алатын боламыз. Сәбіздің құрамында өте көп витаминдер бар. А, Б, С, Д витаминдер бар. Және кальций, марганец, мырыш витаминдері кездеседі. Сәбізді шикіде және қайнатып жесе, адам өміріне қандай тәсілде болса да пайдасы мол. Ол анемиясы бар адамдарға да жақсы көмектеседі. Және де бауыр мен бүйректе құмтас пайда болған жағдайда күніне 2 рет осы сәбізден шырын жасап ішсе, өте жақсы пайдасы тиеді. Құмның кетіп қалуына пайдасы жақсы. Содан үшін де сәбіз бен капустадан жасалған салаттарды жиі жеп пайдаланып отырған дұрыс. Әркез тамаққа осы ең оңай салатты жасап жеп тұрамыз. Осылай бізде барлығын үккіштен өткізіп болған соң, осылай өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа салып алсаңыздар болады. Және маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басып тіркеліп кетіңіздер. Сіздің қолдауыңыз маңызды. Фолия қышқылының орнына пайдаланса болады екен. Және қырыққабаттың құрамында К, С витаминдері кездеседі екен. Және де қырыққабаттың қазіргі таңда пайдалы жақтарынан өкпе, қуық, ішек қуыстарында қатерлі ісіктің дамып кетуінің болдырмауына өте көп пайдасын тигізіп жатыр деген пайымдар бар. Сол үшін қырыққабатты өте жиі пайдаланып отыру керек. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай өздеріңізге ыңғайлы етіп, төрт-бұрыш етіп турап алсаңыздар болады. Содан соң сәбіз бен капустаны осылай бір-бірінің үстіне салып алатын боламыз. Содан соң үстіне осылай капустаны турап болған соң сарымсағымызды турап алатын боламыз. Оны да 4-ке бөліп турап алсаңыздар болады. Немесе үккіштен өткізіп қосып жіберсеңіздер болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай турап алсаңыздар болады. Мына жерде менде видеода түспей қалыпты. Сіздер турап үстіне қосып жіберіңіздер. Содан соң осылай укропымызды турап алып қосып жіберетін боламыз. Ол салатымыздың дәмін келтіріп, және де витаминдерге одан сайын бай болып келеді. Содан соң барлығын осылай бір ыдысқа салып алып, үстіне қызыл, қара бұрышымызды салып алатын боламыз. Мен барлық грамдарын описание бөлімінде жазып кететін боламын. Менде осылай ең алдымен капуста сәбізімізді өлтіріп алу үшін корейский тұз, сосын кәдімгі тұзымызды, сосын қара бұрышымызды қосып, жақсылап қолымызбен езіп араластырып алатын боламыз. Капуста мен сәбіз өлген соң өте дәмді, одан сайын дәмі керемет болып шығатын болады. Осылай жасап жеп көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Менің арнамда басқа да қызықты, сіздерге пайдалы видеолар көп. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Осылай жақсылап қысып алған соң 10 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Мына жерде мен қызыл бұрыш қосып жатырмын. Бір шай қасықтай қызыл бұрыш қостым. Содан соң қызып тұрған майымызды үстіне құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Сіздерге ас болсын, сау болыңыздар. Сіздермен болған Гүл.
армысыздар. Бүгін біз сіздермен көктемге арналған цезарь салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін айсберг капустасы немесе осылай пекинский капустаны пайдалансаңыздар болады. Мен капустаның 10-12 қабатын кесіп, жақсылап жуып алдым. Бізге ортасындағы қатты жері қажет емес болғандықтан осылай кесіп алсаңыздар болады. Өздеріңізге ыңғайлы етіп, майда етіп немесе кішкене ірілеу етіп осылай кесіп алсаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандай етіп кесіп алсаңыздар жақсы болып шығады екен. Капустамыз дайын болған соң оны құрақ ыдысқа салып дайындап қоямыз. Бұл капустаның да адам ағзасына тигізер пайдасы өте көп. Құрамында С витамині бар және қатерлі ісіктің алдын алады десек те болады. Содан соң 2 дана қызанағымыздың осылай керек емес жерлерін алып, өздеріңізге ұнайтын тәсілде кесіп алсаңыздар болады. Маған осылай ірі етіп қосқан ұнайды. Сосын мен капуста мен майонезді, помидорды барлығын қосып араластырмаймын. Өйткені мен жеке-жеке болғанын жақсы көремін. Сосын бетіне ғана қойып шықтым помидорды. Екіншісін кесіп турап жатырмын. Немесе сіздер суы көп болып кетеді десеңіздер, суын алып тастасаңыздар болады. Содан соң өздеріңізге ұнайтын сырды қолдансаңыздар болады. Менде нағыз итальянский сыр, аты моцарелла сыры. Үйде бар сырды қолдансаңыздар да болады. Құрамы таза сырды пайдаландым. Сырымызды осылай алдын ала күштен өткізіп алдым. Сіздер тура тұрған жерінен өткізіп бетіне сеуіп жіберсеңіздер болады. Сосын 2 дана жұмыртқамызды қайнатып алдым. Менде бөдене жұмыртқасы болмағандықтан кәдімгі тауықтың жұмыртқасын қолдана бердім. Содан соң көріп тұрғандарыңыздай Махеевтің цезарьға арналған майонезін пайдаландым. Сіздер майонезді немесе осылай цезарьдің соусын қолдан жасап алсаңыздар болады. Ол өте оңай. Менде жасайтын заттары болмағандықтан мен оның арнайы цезарьға арналған майонезді сатып ала салдым. Осылай капустамыздың үстінен салып жақсылап араластырып болған соң осылай помидорларын, жаңағы қайнатып алған жұмыртқаларымызды қосып жақсылап өздеріңізге ұнайтын етіп сәндеп алсаңыздар болады. Менде көріп тұрғандарыңыздай осылай бетіне қойып шыққанда ұнатамын. Сіздер де жасап жеп көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге Гүлшат. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін жазып, қолдап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сау болыңыздар. Арнамда апта сайын жаңа видеолар, сіздерге керекті пайдалы видеолар болуы қажет. Сіздерге ұнайтын видеолар көргілеріңіз келсе, комментария бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Мен сухарикті себуді ұмытып кетіппін бетіне. Сіздерде егер бар болса, осылай жасап көрсеңіздер болады. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін біз сіздермен ауызашарға 5 минутта дайын болатын салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: 2 дана қайнатылған жұмыртқа, 2 дана қызанақ және 1 дана қияр. Содан соң салат жапырағы керек болады. Бізде салат жапырағы 2-3 тал, граммен өлшегенде 100 немесе 80 грамдай ғана шығады. Осылай 3 бұрышты етіп кесіп алатын боламыз барлығын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай артық жерлерін алып тастайсыздар. Осылай 3 бұрышты етіп барлығын кесіп құрақ ыдысымызға салып алатын боламыз. Помидордың ортасындағы суын алып тастасаңыздар да болады, алмастан бірге қосып жасап жіберсеңіздер де болады. Қиярды осы видеода көрсетілгендей етіп кесіп алсаңыздар болады, жұқалап. Немесе оны да 3 бұрышты етіп кесіп турап жасасаңыздар да болады. Содан соң жұмыртқамызды
дәл осылай үшбұрыштетіп кесіп алатын боламыз. Мен 2 жұмыртқа қостым. Егер сіздердің үйлеріңізде адам саны көп болса, осы рецепт бойынша 2 есе қылып жасайсыздар. Содан соң салаттың листиямызды қолмен турап алдым. Маған комментарийда бір кісі жазып жіберіпті. Салаттың листиясының құрамын және дәрумендерін өзгертіп жібереді, егер сіз пышақпен кесіп алатын болсаңыз деп. Мен соны ескере отырып қолмен турап алдым. Егер сіздерде перчатки болса, сомен киіп турап алсаңыздар болады. Мен қолымды алдын ала жуып алдым. Тұзды дәміне қарай салып алсаңыздар болады. Менде 1 шай қасықтың жартысын ғана қостым. Содан соң осылай салатқа арналған майонезді осылай құйып барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң менде осы рецепт бойынша 2 тарелка салат шықты. Сіздер де жасап жеп көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Майонезді көп қосқыларыңыз келсе, көптеу қосып жесеңіздер болады. Бізге осы көлемде жеткілікті болды. Сіздерге аз болсын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Арнамның дамуы үшін атсалысқандарыңыз үшін рахмет. Тағы да басқа рецептерді көрсеңіздер болады менің арнамнан. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен 3 сәттен тұратын салат дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай 1 дана қияр, сосын 3 дана қызанақ, салат жапырағы керек болады. Мен өз қалауымызға қарай пияз қостым, сіздер қоспасаңыздар да болады. Және дәмін келтіру үшін 1 дана чеснок қосып жібердім. Менде осы қиярдың жартысын ғана турадым. Ал егер сіздерде барлығын турап жасасаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Әр көкөністің өзіндік пайдасы бар демекші. Мына жерде салат жапырағының адам ағзасына өте пайдалы ішіндегі дәрумендері бар. Р, С витаминдері кездеседі. Және мырыш, фосфор, темір, калий, минералды заттары бар. Және де салат жапырағының құрамында лактоцин деген зат бар. Ол жүйке жүйені тыныштандырып, ұйқысыздықтан арылтады. Сол үшін жиі салаттарда немесе кез келген жерде тамақпен қосып жеп отырсаңыздар, пайдалансаңыздар болады. Осы тұста айта кетерім бар. Қиярдың да өзіндік пайдасы бар. Ол қиярдың құрамында В1, В2, В3 және В5 витаминдері бар. Және фолий қышқылы кездеседі. 2 қабат кезде әйелдер қиярды көп жесе, осылай құрамдағы фолий қышқылы көп жағдайда баласына да жақсы әсер етеді. Және де дастарханның сәнін кіргізіп тұрады. Енді қызанаққа тоқтала кетсек, қызанақ өзі қызыл болғандықтан көк тамырдың кеңейіп кетуінің алдын алады. Және де дастарханның сәнін кіргізіп, адам ағзасында гастритті жояды. Қызанақтың пайдасы өте жоғары. Және қызанақты көп пайдаланған дұрыс. Не осылай барлығын жақсылап жуып, турап аласыздар. Өздеріңізге ыңғайлы тәсілде турап салат жасасаңыздар болады. Мен осылай 4 бұрышты етіп турап алдым барлығын. Барлығын турап алған соң осылай
1 шай қасық тұз, содан соң 1 шай қасық қызыл бұрыш, қара бұрыш қосып жақсылап араластырып алдым. Сіздер өздеріңізге ұнаған приправаларды сепсеңіздер болады. Бізге тек осы 3 қана зат жеткілікті болды. Сіздерге ас болсын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін все батырмасын басып кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлшат. Сау болыңыздар. Міндетті түрде осы салатты жасап жеп көріңіздер. Сіздерге өте қатты ұнайтынына сенімдімін.